Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін осы кешкі асқа қандай салат жасайм, не жасайм деп отырып, үйдегі осы бар азық-түлікпен холодильникті ашып қарасам, жаңағы колбаса жатыр екен, кішкене помидор, соны алдым да, қой осыдан салат жасай салайын деп, осы салаттың рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Негізі қыздар, біздің барлықтарымыздың проблемамыз: ойбай, кешкі асқа не жасайм ғой. Негізінде оны жасыратын ештеңесі жоқ. Мен бүгін кешкі асқа осы салатты жасадым. Сосын жаңағы шашпанан балау дейді ғой, вермишельден, сондай тағам жасадым. Енді сізбен осы салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл салат жасау үшін кішкене ғана колбаса, помидор, бір помидор, салаттың жапырағы, піскен жұмыртқа, кішкене чеснок, укроп, майонез. Бәрін турап алдым да, үстіне майонезді салып, араластыра салдым, болды. Сонымен салатым менің дайын. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Осылай оп-оңай салат жасауға болады. Негізінде өзіңіздің, әркімнің өздеріміздің фантазиямызға байланысты ғой. Салат деген кез келген нәрсені қосып жасай салуға болады. Мінекей, менің салатым дайын. Салатым да дайын, кешкі асым да дайын. Видеомды қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, менімен бірге болғандарыңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецептер шығатын болады. Асыңыз дәмді болсын. Әрқашанда амандықта, саулықта болыңыздар. Әрбір күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Сау саламатта болыңыз. Осы салатты бірақ міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болады екен.